Сәлем қыздар, бүгін молочная девочка тортын пісіреміз. Бізге бірінші сгущенка қажет болады, бір банкасы, 3 жұмыртқа. Оны жақсылап миксерлейміз. Сосын жұмсақ сары майды салып миксерлейміз. Оны қосамыз, разрыхлитель. Бәрін жақсылап миксерлейміз. Осындай сұйықтау қамыр болады. Оны пергамент қағазына форманы сызып аламыз әуелі. Мен 20 диаметрлі формада пісірдім. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша 22-24 размерде пісірсеңіздер болады. Осылай жұқалап формаға жағып шығамыз қамырымызды. градус қызған пеште пісіріп аламыз. Мұқият болыңыздар, өте тез піседі. Міне осындай өте жұмсақ қағаздан, пергамент қағазынан оңай алынатын қамыр. Бізде корждар дайын болды. Енді бізге крем дайындау керек. Оған творожный сырға сахарная пудраны араластырып миксерлеп аламыз. Сосын сливки қосамыз. Бәрі қанша мөлшерде қажет екенін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Осы массаны тағы да жақсылап қою крем болғанша миксерлейміз. Осылай енді жинап шығатын боламыз тортымызды. Мен форманы кигізіп, соны ішіне жинадым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша формасыз да жинай берсеңіздер болады. Міне бәрі корждық жинап болып, оны кем дегенде 2 сағат мұздатқышта ұстаймыз. Сосын барып сыртына креммен қаптайтын боламыз. Сонда кремдері жақсы корждарымызға сіңіп, жұмсақ болатын болады. Үстіні әрлеуді өздеріңіз қалауларыңызша әрлейсіздер. Мен осылай қалған креммен әрледім. Үстіне апельсин және клубника қойдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Өте әдемі, жұмсақ, нәзік торт болады. Пісіріп көріңіздер.